Жаз күндері қуанышты өтіп, суда шынығуды ғана қаласаңыз, қауіпсіздік ережелерін білу қажет. Дәрігерлер егер су температурасы 18, ал ауа температурасы 25 градустан төмен болса, шомылуға кеңес бермейді. Егер жүзу білмесең, үрлемелі матрас пен камераларды қолданбаған жөн. Суда жүзіп жүргенде жақын маңда үлкендер болуы қажет. Арнайы белгілерден асып кетуге болмайды. Тыйым салынған және заңсыз су қоймалары қауіпті. Айлақтардан сүңгуге болмайды. Кеме мен қайықтарға жақындауға тыйым салынады. Жасанды су қоймаларында шомылу өте қауіпті. Және ересектер мен балалардың судағы ең қауіпті жауы қорқыныш сезімі. Оған берілмеу қажет. Ережелерді сақтасаңыздар, тек осы жағдайда ғана сізде әрдайым мүмкіндік болады. Оқушылар бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңдар. Суда жүзу ережелері. Және сол видеодан түсінгендеріңді ортаға аудио қылып айтыңдар. Бұл видеода суда жүзу қауіпсіздік ережелері туралы айтылады. Қанша градуста суда жүзу керектігі және де қанша градуста жүзбеу керектігі туралы. Және де тыйым салынған ережелер мен арнайы белгіден асып жүзбеу керегін. Және жүзу білмесеңіз, үлкендердің немесе ата-анаңыздың қасынан алыстап кетпеу жайлығы айтылады. Неліктен судың градусы 18 болу керек? Яғни адамның денесі одан артық температура салқын болса, судың температурасы, онда адамның денесі құрсып қалуы мүмкін, яғни қимылдамай қалуы мүмкін. Сондай судың температурасын білу, жүзетін судың, ол өте маңызды. Әне, дауыстап оқып жіберейікші ережені. Егер шомыла алмасаңыз, суға беліңізден жоғары кірмеңіз. Жайда алысқа буймен қоршау белгілеріне ары жүзбеңіз. Кетіп бара жатқан қатерге қайыққа жақындап жүзбеңіз. Шомыла алмасаңыз, шомылуға арналған белгілі матрастар мен шеңберлерді пайдаланыңыз. Ұзақ шомылмаңыз, денеңіздің тоңуы және шаршауы мүмкін. Кетіп бара жатқан катерге қайыққа жақындап жүзбеңіз. Қайықтан, көпірден және айлақтан суға секірмеңіз. Өте ұзақ шомылмаңыз, денеңіздің тоңуы мен шаршауы мүмкін. Ұзақ уақыт шомылмаңыз, денеңіз тоңуы немесе шаршауы мүмкін. Арнайы жабдықталған жағдайларда және ресми рұқсаты мен құтқару қызметі бар шомылуға арналған өзге де жерлерде ғана шомылыңыз. Шомылу барысында бір-біріңізді көзден таса етпеңіздер. Кетіп бара жатқан қатерге қайыққа жақындап жүзбеңіз. Жарайсыңдар балалар, біз енді суда жүзу ережесімен таныстық. Бейне жазба бойынша да, слайд бойынша да, және оны талқылап ойдан өткіздік. Енді жаз айында бізде көбіне су жағалауында, көлге демалыс ұйымдастырамыз, отбасымызбен, жақын ағайын адамдарымызбен деген сияқты. Сондай кезде сақтық шараларын мықтап ұстану үшін осыны ойға салып бүгін тәрбие сағатын өткізіп отырмын.
жақсы күндерде кездескенше аман болайық.